Сиядан тез оңай құтылу әдісі. Киімге жалған қиындықтардың бірі қаламдағы кетіру қиын, бірақ жолы бар. Менімен бірге жасап көріңіз. Алдымен каналға тіркеліп қойыңыздар. Ол үшін бізге керегі сүт. Сүтті пештен немесе ыдысқа қатты ысытып аламыз. Сүтке салынған киім 1-2 сағат тұруы қажет. Киімнің матасына, сапасына байланысты уақыт әртүрлі болуы мүмкін. Содан кейін киімді жақсылап ыстық суға жуып аламыз. Нәтижесін бірге қарасаңыздар, киіміміз таза. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кезектегі қазақша лайфхактың бірі киімдегі сияны кетіру. Кез келген киімге жағылып қалған сияны кетіру үшін бізге керекті құрал шашқа арналған лак. Шашқа арналған лакты бүлінген киімге сеуіп қоямыз. Себіп 1-2 минут ұстаймыз. 1-2 минуттан кейін жақсылап жуып аламыз. Жуылған киімнің нәтижесінде қаламның сиясы қалмайды және киіміміз мұнтаздай таза болады. Пайдаңызға жарасын, менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыздар.